жылқыға соғылған. Кәмелет жасқа толмағандар көлік тізгіндеп жол апатына ұшырады. Камера мотор. Қаламызда балқаштық спорт жаттықтырушысы туралы қысқа метражда фильм түсірілуде. Бүгін дүниежүзілік инсультпен күрес күні. Балқашта жыл басынан бері 222 адам инсультке шалдыққан. Балқашта кәмелет жасқа толмағандар мотоцикл мініп жол апатына ұшырады. Оқиға Балқаш пен Шашубай кент арасындағы жолда болған. 14 және 16 жастағы жасөспірімдер Сузуки маркалы мотоциклмен жылқы малына соғылып, дене жарақатын алады. Бірінің білегі, иық сүйегі сынған. Ал 18-ге толмаған екінші жасөспірім жеңіл жарақат алды. Қазір жол апатынан зардап шеккендердің бірі ауруханада жатыр. Полиция бөліміне 28 қазан күні сағат кешкі 19:00-ден кете кәмелет жасына толмағандардың қатысуымен болған жол оқиғасы туралы хабарлама түсті. Жасөспірімдер Шашубай кентінен Балқашқа келер жолда жылқыға соғылған. Бүгінде 4 аяқты малдың иесіне Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345 бабы 1 тармағы бойынша іс қозғалуда. Жидебай Батыр саябағына жарық шамдары орнатылды. Тозығы жеткен электр бағандары алынып, орнын ұзындығы 4 метр болатын 6 жаңа бағана алмастырды. Оларға электр үнемдегіш жарық диодты шамдар ілінді. Кеше мердігер ұйым мамандары жер астымен 35 метр тоқ желісін тартып жарықты қосты. Бұған дейін саябақтағы тозығы жеткен субұрқақта қайта өңделіп, вибробетоннан соғылған болатын. Фонтанға жұмыс жасалды жаңадан. Таспен қапталып, жаңадан чашаларын ауыстырып, 20 форсункадан тұратын шеңберлі труба орнатылды. Және ол іске қосылды. Қыстық кезең жақындағаннан кейін суын ағызып, барлық форсункалар мотормен шешіліп, қыстық кезеңге тоқтатылды. Балқаштықтар өздерін кино әлемінен тамашалай алады. Еліміздегі басты арналардың бірі танымал режиссер Бақыт Қилыбаевпен бірлесіп байқау жариялаған болатын. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Мен Қазақстан, мен қазақстандықтарды не үшін жақсы көремін» атты жобада қатысушылар шынайы оқиғаға негізделген әңгіме жолдау керек болған. Нәтижесінде Қазақстанның әр түкпірінен 170-тен астам жұмыс түсіп, арасынан 50 жоба таңдалды. Осынау іріктелген 50 жобаның бірі балқаштық жаттықтырушы Абай Қомарға тиесілі. Ол шынайы өмірінен сыр шертер, әсерлі мәтін әзірлеп ұйымдастырушыларға жолдаған. Кикбоксинг спорт түрінің жаттықтырушысы қала өмірін артқа тастап, ауыл балаларын спортқа баулу үшін Шашубай кентіне ат басын бұрады. Еңбекқорлық пен спортқа деген махаббатты ұштастырған ол, ауыл балалары арасынан 10-ға жуық чемпион тәрбиелеген. Енді дәл осы шынайы өмірден мамандар сценарий жазып, режиссерлар кино түсіруге кірісіп кетті. Абыройын көтерсем екен, туған жердің намысын көтерсем екен деген бір мақтаныш сезімдері, намыстары солар көрсету керек болды. Бұл әрине шынайы оқиғада тіркелген. Расы керек, өте бір үлкен қуанышта болдым. Себебі жеңімпаздар қатарында үлкен қалалар болды, мегаполис қалалар болды. Соның ішіне тек қана осы Ақтоғай ауданы ғана көзіммен көрген кезде, өзімнің жеріме деген, туған жеріме деген үлкен бір мақтаныш болды, расы керек. Түсірілім алаңы Балқашта болған соң мұндағы әртістер де өзімізден таңдалды. Кастинг жарияланып, 150 үміткерден 40-қа жуық актер іріктелді. Оның 5-еуі басты рөлді сомдайды. Жалпы Балқашта түсірілім 3 күн жүріп жатыр, мынау 3-ші күн. Енді бір күн қалды бұйырса. Актерлар 2 күндей кастинг жасадық. Негізі шарт бойынша өңірдің өзінен, Балқаштың өзінен іріктеп, жалпы біздің рөлға сомдауға келеді дегендерді іріктеп тырыстық шама келгенше. Енді қазірге дейін ойдағыдай шығып жатыр. 29 қазан бүкіл әлемдік инсультпен күрес күні. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше соңғы кездері инсульт ауруы жастар арасында да дендеген. Орталық ауруханадағы емдік дене шынықтыру кабинеті ешқашан бос болмайды. Себебі әр пациент 10 күн бойы оңалту курсынан өтеді. Бүгінде неврология бөлімінде 14 адам ем алып жатыр. Олардың көбісі 6 айлық курстан өту керек.
Инсульт бастағы қан айналым жүйесінің бұзылуынан болатын мидағы қан тамырларының зақымдануы. Көбіне бұл ауру қан қысымы жоғары, диабетке шалдыққан, артық салмақтан зардап шеккен жандарда жиі кездеседі. Дәрігерлер тілі күрмеліп, бет қисайса, дененің жарты бөлігі әлсіреуі, жансыздану болса, бұл инсульт ауруының алғашқы белгілері дейді. Мұндай жағдайда адамның есімін сұрап, қолын көтерту секілді қимылдарды жасату керек. Дер кезінде көмек көрсету арқылы аурудың алдын алуға болады. Инсульттың қатты түрінде ишемиялық инсульт кезінде науқасты алғашқы 4,5 сағаттан қалдырмай дәрігер көмегіне жеткізу керек. Қаламызда жыл басынан бері инсультқа шалдыққан 222 науқас тіркелген. Ақ халаттылар аталған аурудан көз жұмғандар саны 20%-ға азайды деп отыр. Себебі науқастарға дер кезінде көмек беріліп, мамандарға жүгініп үлгерген. Балқаш жастары бетперде тақ деп ұрандатып, видео челлендж түсіруді бастап кетті. Олар осылайша қалалықтарды індеттен қорғануға шақырады. Аталған бастамаға бүгінде 50-ге жуық балқаштық қатысып үлгерген. Өркен медиа ұжымы да маскатақ челленджін қолдап, халыққа үндеу тастады. Айтпақшы, дәл осы эстафетаны Тимур Симби коллективімен Ветерок ансамбліне жолдаймыз. So bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.